Қазақстандықтар қазан айында неше күн демалады? Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес республика күні ұлттық мереке болып бекітілді. Ол сейсенбіге келеді және жұмыс уақытын ұтымды пайдалану үшін Қазақстан үкіметі демалыс күнін 2022 жылғы 22 қазандағы сенбіден 2022 жылғы 24 қазандағы дүйсенбіге ауыстыру туралы қаулы дайындады. Осылайша республика күніне 5 күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар 23, 24 және 25 қазанда демалады. 6 күндік жұмыс аптасында 2 күн 23, 25 қазанда демалады. Қазан айындағы барлық жұмыс және демалыс күндері 5 күндік жұмыс аптасында 20 жұмыс күні және 11 демалыс күні, 6 күндік жұмыс аптасында 25 жұмыс күні және 6 демалыс күні. 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының парламенті сенатының жалпы отырысында депутаттар 25 қазан республика күнін мемлекеттік мерекелер қатарына қайтаруды көздейтін кинематография, мәдениет және мерекелер мәселелері бойынша түзетулер қабылдады. 16 маусымда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды. Бұл туралы ол ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында хабарлады.